Адия ханым, мені өмірде ешкім сыйламайды, ешкім мені бағаламайды, әбден түңіліп кеттім, өзімді жоғалтып алдым деген сияқты фразаларды онлайн консультацияда келіншектер өте көп маған айтып жатады. Сондықтан бүгін осы тақырыпты кеңінен ашқым келіп отыр. Армысыздар достар, YouTube каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен әдеттегенше Адия Аралбай, каналыма қош келіпсіздер. Сіздердің бар екеніңізге қуанамын. Жалпы каналым ұнаса жазылып қойыңыздар. Егер жалпы осы тақырып сізге жақын болса, лайк қосып, өз комментарияларыңызды жазып кетсеңіздер болады. Бұл мен үшін үлкен мотивация. Ал мен бүгінгі тақырыпты бастаймын. Жалпы бұл тақырыпты бастамастан бұрын сіздерге кішігірім шынайы өмірде болған оқиғаны айтқым келіп отыр. 18 жасқа толған қыз мектепті бітірген кезде әкесі оған көлік сыйлайды. Көлік сыйлағанда өте ескі, бұрынғы заманғы көлігін сыйлайды. Сол кезде қызы әкесіне аздап реніш білдіреді. Содан әкесі айтады: балам, сен әуелі бұл көлікті сатып көр, одан кейін көре жатарсың деген екен. Содан қызына машина сататын дүкенге апарып көр, базарға апарып көр деген екен. Содан базарға апарса, бар жоғы $1000 ғана сата аламыз деп көп адамдар сұраған екен. Бірақ оған қызы ренжіп, әкесіне қайта қайтып келеді. Содан әке $1000 айтып жатыр машинама, не істеймін деген екен. Сөйтсе, сен сатпай тұр, сен ломбардқа апарып көр депті. Сөйтіп ломбардқа апарса, ол жерде мүлде төмен бағамен $100 бағалаған екен машинені. Содан қызы жылап үйіне келеді. Әкесі айтады: қызым, онда сен бұны автоклубқа апар депті. Автоклуб деген осындай әртүрлі машиналарды, бұрынғы машиналарды бағалайтын немесе коллекционировать ететін адамдар ғой, жинайтын. Содан автоклубқа апарса, көп деген адамдар машинасына жан таласып, прям таласқан екен. Сіздің көлігіңізге $100,000 берем, сіздің көлігіңізге $500,000 берем деген сияқты әртүрлі бағалар айтқан екен. Содан қызның көзі жайнап әкесіне келеді. Сонда әкесінің айтқан ең маңызды фразасы: балам, көрдің бе? Барлық нәрсе тек көліктің ескілігіне, оның түріне, бұрынғы бір жылына байланысты емес. Ең бастысы сен қандай ортада өзіңді қалай бағаладың және қай ортаға түстің деген екен. Яғни бұл жерде көлікпен адамды салыстырып отыр да. Яғни сен өмірде өзіңді қандай ортаға апарсаң, сен шамалап сондай боласың. Егер сені бағаламайтын ортаға барсаң, сен ол жерде ешкім емессің. Егер сені шынымен бағалайтын, сенің бір қасиетіңді ерекше бағалайтын, жалпы бар екеніңді, осындай адам екеніңді, қарапайымдылығыңды қабылдап үйренетін ортаға барсаңыз, онда сіз бағалы боласыз деген екен. Сол себептен де еш уақытта бір орта сізді жақсы көрмеді екен деп, бір орта сізге ауыр сөз айтты екен деп, бір орта сізге жаман сөз айтты екен деп, еш уақытта көңіліңізді түсірмеңіз, еш уақытта өзіңізді түсірмеңіз. Ең әуелі шынымен сізді жай ғана осы адам болған үшін, жай ғана сіз сол адамның жанында болған үшін бағалайтын ортаны тапқан кезде, сіздің бағалығыңыз $1,000,000-ға дейін өседі. Сол себептен бұл жерде барлығы ортаға байланысты. Еш уақытта ешкімнің алдында өзіңізді түсірмеңіз. Тіпті өзіңіздің қандай кемшіліктеріңіз болса да ешкімге соны айтпаңыз. Өйткені кемшіліксіз адам болмайды. Және ол сіздің өмірлік бір сабақтарыңызда болуы мүмкін. Мүмкін сол адам арқылы сіз өзіңіздің мықты қасиетіңізді тауып аласыз. Мүмкін сол адамдар арқылы, сол минусты бетіңізге айтатын адамдар арқылы сіз өсесіз, өнесіз. Сондықтан да біреу сізді қабылдамай жатса, біреу сіздің бетіңізге кемшілігіңізді көп айтса, жақсы көрмесе, ренжімеңіз, сол адамға қайта алғыс айтыңыз. Дәл сол кезде сіз өзіңізбен көп жұмыс жасап, үлкен деңгейге жетесіз. Сол кезде сол адамдарға шынымен алғыс айтатын боласыз. Енді бүгінге айтарым осы қысқаша видео, бірақ та өте бір маңызды деп ойлаймын. Себебі дәл осындай сөздер, дәл осындай оқиғалар кезінде маған да көмектескен болатын, маған да өсуге, өнуге, дамуға көмектескен көптеген адамдарға бүгінде алғысым шексіз. Ал мен сіздермен қоштаспаймын, тек келесі көріскенше күн жақсы деймін.